тіркелмеген қоғамдық бірлестіктен екі зат мақсаттан ұсыныс береміз. Осы Қытай тақырыбына байланысты. Қытай тақырыбы тұрғаны Қарақыстырген артында тұрады ештің адамы. Ассаламу алейкум, қалың қазақ жұрты. Мен Атажұрт еріктілерінің мүшесі Бекзат Мақсұтханұлымын. Атажұрт еріктілері Қытайдың 55 зауытына түбегейлі қарсы. Бұл біздің ұстанымымыз анық. Себебі біріншіден бұл Қытайдың 55 зауытының бізге келтіретін қатері, бұл ең қауіпті қатер, экологиялық қатер болмақ. Бұл қалай дегенсеңіз, Қытайдың басқа қаласын айтпай қояйық. Қытайдың Пекин қаласының ауасының құрамын тексерген кезде, халықаралық өлшем бойынша PM2.5 деген өлшем бойынша тексергенде, бұл адам көзге көрінбейтін микротозаңның 2.5 деген тозаңның өлшемі. Осымен өлшегенде негізі бұл тозаң бір куб ауада 50-ден аспаған жағдайда адам денсаулығына қауіпсіз. Егер 50-ден аспаған жағдайда. Ал Пекиннің, Қытайдың астанасы болған Пекинде бұның көрсеткіші бір куб ауаның құрамында 300-400 микротүйіршік. Тіпті 500-ге дейін жеткен кезі болған. Яғни адамға залалсыз ауадан 10 есе қауіпті. Сол себепті Пекин қазір Астана болуға жарамай қалайын деп тұр. Яғни жарамай тұр. Бірақ Қытай басқа халықтардан ұялғанынан өзінің абыройын ойлап Астананы көшірмей отыр. Көшіреді деген сыбыс шығып жатыр, бірақ көшірмей шыдап отыр. Халықтың денсаулығын сол үшін құрбан шалып отыр. Бірақ шыдап отыр. Ал осы өзінің басқа қаласын емес, өзінің астанасын, ауасын ластаған, өзінің астанасының экологиясын сақтамаған халық біздің отанымызды, біздің даламыздың ауасын сақтай ма? Бұл бірінші. Екінші, Қытайдың бұл 55 зауыттың қаупі бұл экономикалық қауіп. Экономикалық қауіп қалай болады? Мысалы, алтын қорытатын зауыт келе ме? Ол біздің алтынымызды контролдайды. Белгілі ғой. Ал мұнай айыратын зауыт, ол біздің мұнай өнімдерін қолына алады. Мысалы, қайсы өндіріспен айналысады, біздің сол саладағы сол байлығымызды қолына алады. Яғни бұл біздің экономикалық жан-тамырды ұстайды деген сөз. Енді осы жаңағы тағы бір айта кететін нәрсе. Қытай өзінің ауасын, экологиясын ластап болған соң, халқы ауырып, үлкен жағдайға, үлкен апатқа ұласқан соң, Қытай бұл тығырықтан шығудың басқа жолын таба алмай, яғни тапқысы да келмей, өйткені жоғары технологиямен істейді десе, оған ақшасын қиған жоқ. Жоғары фильтрация істеуге, басқа да технологияны қолдануға оған ақшасын қиған жоқ. Қайтты, Қытай оңай жолын тапты. Ол зауыттарды Африкаға көшірді. Сол төмен технология ауасын ластайтын зауыттан Африкаға көшірді. Африканың ауасын ластады. Бірақ Африкаға көшіргенде Қытай пайда соғып отыр. Қалай пайда болып отыр? Африкада еңбек күші $30-40 әр адамға. Ең керемет жалақы $100. Ал енді дәл сол сияқты экологияны ластайтын зауыттың ендігі бөлігін Қазақстанға көшіргелі отыр. Яғни біздің даламызға көшіргелі отыр. Бұл екінші. Енді үшінші айтарым, бұл демографиялық қаупі. Демографиялық қаупін енді барлық қазақ біледі. Бір зауыттың соңынан аз дегенде бірнеше жүз немесе бірнеше мың Қытай еріп келеді. Бұл Қытайлар өз ауылында жер жоқ, үйінің төбесіне көкөніс егіп сонымен күн көрген халық. Біздің даламызды көргенде олар құлап түседі. Кетпейді бұл жерден. Соған кетпеу үшін барын салады, не істейді? Біздің органдарға пара беріп, азаматтық алады. Не болмаса, тәрбиесі дұрыс болмаған қыздарға өтірік үйленіп, не болмаса ақша қызыққан қыздарға өтірік үйлену арқылы осында қалады. Сол арқылы бір ұзаса бір 20 жылдың ішінде осында 40-50 миллион Қытай болуы мүмкін осы Қазақстанда. Сонда ол осы 55 зауыт айналып келгенде осы үш сияның қосқан кезде айналып келіп біздің тәуелсіздігімізге тікелей шабуыл. Бұл Қытайдың бізге жасаған тікелей әскери
сауығымен пара-пар. Сондықтан мен қазақтың бір азаматы ретінде бұл 55 сауатқа тікелей қарсымын. Атажұрт еріктілері 55 сауатқа тікелей қарсы. Жалғыз 55 сауат емес. Біз осы Қытайдың әрқандай өндірісі Қазақстанда енді салуын қаламаймыз. Және Қытаймен біздің барлық байланысымызды қайта қарауды, барлық келісімшарттарды қайта қарауды ұсынамыз. Қытай бізге себебі біз адамзаттың, біз мәдениетті ұлтпыз. Біз көршілерімізбен, алыс жақын елдермен татулықты қалайтын елміз. Ежелден біз көршілерімізбен татулықты қалағанбыз. Бірақ Қытай бізді не санап отыр? Бізге дос бізге қойып, өз ішіндегі астам ұлттар, оның ішінде 3 миллион қазақ бар, қырғындап жатыр. Және осында келіп алып беттер бүлкетпей, біз дос елміз деп күнде жарыса алып жатыр. Біздің достығымызға сақ түсетін болды. Осы Атажұрт деген Жексұрын біздің екі мемлекеттің достығын бұзып жатыр деп қайдағыны айтып жатыр. Егер олар дос болса, мына менің артымдағы тұрғандар неғып тұр? Осылардың барлығы не жұбайынан айырылған, не отбасында бір мүшесінен айырылған адамдар, не қасында тірі куә осылар. Сондықтан Қытай бізді өзімен бойына толықпай, тең дәрежеде кеңес тең ел ретінде мойындамай тұрса, біз ондай дипломатиялық, саяси, экономикалық қатынас жасауға тиісті емеспіз. Қытайлар алдында қайтсын, бізге ондай көрші керек емес.